Айназын қарап отырсың сияқты. Шынайы босап кетті. Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін менің қызым 18 ай, яғни 1,5 жасқа толып жатыр екен. Қызымның 1 жасына дейін қазіргі барлық аналар сияқты мен де ай сайын суретке түсіріп жүрген болатынмын. Бірақ 1 жастан кейін ондайды қойып кеттік. Сол үшін қызық болсын деп 18 ай, яғни қызымның бірінші 18-і деп осындай әкесі гүл әкеліп берді. Осындай шарик әкеліп берді. Және холодильникте торты бар. Сонымен бірге бәрін қосып, қазір қызымның туған күнін атап өтеміз. Типа туған күнін атап өтетін боламыз. Қызымның шағын туған күніне деп сыйлық алуды да ұмытпадым. Каспийден осындай кітапқа заказ бердім. Қазір бірге ашып көрейік. Ой, молодец! Ой, ой. Екеуміз қияли адам болғандықтан бүгін қызымыз жас жарымға келді деп соны да тойлап жатырмыз. Жалпы өмірді романтизировать еткенді қатты жақсы көреміз. Осыған орай бүгін қызымыздың бірінші 18-і деп гүл алып, шарик үрлеп, торт үрлетіп, сыйлығын сыйлап қуантып жатырмыз қызымызды. Айназ қызым, сені анаң екеуміз өте қатты жақсы көреміз. Саған бұл өмірде тек жақсылықты тілейміз. Ата-анаңның көз қуанышы болып жүре бер. Сені әрдайым қолдаймыз. Жан қызым, бізді осылай тәтті қылықтарымен қуантып, аман есен, денің сау болып, өмір сүргейсің. Осылай қуанышты күндеріміз көп болсын, Айназ қызым. Как будто біз сен болып осы видеоны қарап отқан секілдіміз. Босанысып кеттік екеуміз де, көзімізде жас алып отқандаймыз. Анаң айтуы дұрыс, иә. Сені әрдайым осылай қолдауға тырысамыз. Тек сабағыңды жақсы оқып, озат болып, осылай Қатарыңның алды бол. Атаның алды бол. Ата әжелеріңнің, апатайларыңның сүйікті қызы болып, еркелеп, бізге еркелеп жүре бергейсің. Сені жақсы көреміз. Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Атыраудамыз. Бүгін 1 қазан Атырау күні, қала күні. Соған орай концерт болады. Концертті көруге ауылдан қалаға келіп қалған жайымыз бар. Бізбен бірге болыңыздар, влогты тамашалаңыздар. Бер деп үй сұрап жатыр қызымыз. Не ол, Айназ? Фри де. Фри бер де. Мен өзіме том-ям заказ бердім. Азаматта паста, Ботада рамен. Ал бізге ас болсын.
Мынау біздің драмтеатр. Осында ата әжелеріміз демалып, Жандарбек пен Сырымның айтысын көріп келе жатыр. Ата әжелерімен театрға барып демалып келе жатыр. Кешегі соңғы кадрда үлкендерімізді концерттен алып шыққан едік. Содан кейін үйге бардық та, концертке баруға уже күшіміз жетпей қалды. Қызымыз мазасызданып қалған соң үйде қалып қойдық. Кеше қала күні тойланып, күшті өтіп, отшашулар шашылды, концерт қойды. Балжан Бидаш келген, Қазбек Құрайыш келген. Өте әдемі концерт болған секілді. Ал бүгін марафон болып жатыр. Сол марафонның әсерінен жолдардың көбісі жабық, қаланы шыр айналып жүрміз. Енді қазір бір-екі шаруаларымыз бар. Соларды реттеп ауылға қайтатын боламыз. Кеше шоппингті жасап, өзіме азын-аулақ заттар сатып алған болатынмын. Соның ішінде осындай сұр базовый кофта бар, ұзын жеңді, әр киіммен үйлестіріп кие беруге. Және де осындай уходовый косметикамды жаңартқан болатынмын. Ғаламторда хит болып жатырған доктор Алтидің кремдерін сіздер де білетін боларсыздар, 147 және 345 деген. Соның жаңа крем түрі шыққан екен. Осыны сатып алып көрейін дедім. Және Примордың осындай сывырткасын сатып алған болатынмын. Осы жасаған саудама пробник ретінде умывашка салып жіберген екен. Және тушымды да жаңартқан болатынмын. Бұрын менде Хеймиштің қоңыр түсті тушы болған. Ол кеуіп қалғандықтан жаңасын Эвелиннан алдым. Тоже қоңыр түстісінен. Енді осыны қолданып көремін. Қызымызға да арнап заттар алған болатынбыз. Ол осындай үйге киюге арналған пижама, шаштарына арналған резинкалар мен заколкалар, және де күзде киюге арналған етік.